заменде адам тастап кеткен ғой. Осыған кімге кіре салдың ба? Сол жерде сабақ деп та. Прямой онлайн деп. Иә. Алты адам дейді. 4 оқушы, 2 біз ғой. Төрт оқушы тұр ма? Бір оқушы болса сабақ бере бересің. 9 оқушы дейді. Бастай берейікші. 18-30 деп қойдым қарағай. Прямо жүреді, сосын қиып тастайсың ба сен? Бас жағын сонда? Осы тұра береміз, дәл асылы. Қандай программа? Там. OBS. Мына жақтан ауыстырып отырсам ба? Екінші бетке. Не жерден? Тағылай үстіне шығып кетті. Сын енді бірге тұрып қойыпты да, бір қатарда. Көрші? Ештеңе. Аз ғой оқушы. 8 оқушы. Кірет шығар. Кіртіп етейін ба? Барлығын. Оны оқушы. Қашан бастаймыз аға дейді. Жақсы оқушылар, сонымен біз бүгін жақсы. Сонымен құрметті оқушылар, бүгін біз қаңтар облысы тақап қалды. Соған байланысты өзіміздің кезекті нұсқа талдауымызды жүргіземіз. Менің есімім Нұрсұлтан Бөлтірікұлы. Зерделі халықаралық мектебінің тарих пәні мұғалімімін. Жалпы ұбт саласында 8 жылдық тәжірибем бар. Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарих пәндерінің мұғалімі боламын. Сонымен уақыт созбай
кеттік. Біз бірінші сұрағымызды бастаймыз. Дауысым естіліп тұр ғой, оқушылар? Дауысым естіліп тұрса, слайд көрініп тұрса, бастай берейік. Белгі беріп қойыңыздар. Сонымен бізде жақсы. ВЗБ 15-13 ғасырда гүлдену кезеңін басынан өткен ежелгі Грекия мәдениеті деген сұрақ бізде қайсысы болады екен? Ал кеттік бірінші сұраққа. ВЗБ 15 пен 13 ғасырда Крит мәдениеті, Ахилик мәдениеті, Хараппалық мәдениеті, Урук мәдениеті дейді. Бізде болады А. Крит мәдениеті, Б. Ахилик мәдениеті. Бұл жерде бізде болады Б жауабы болады, оқушылар. Ана жерде Б жауабы деп қойық. Енді қалғандарын көрейік. Крит мәдениеті бізде ол хронологиясы 15 ғасырда емес, бізде оның алдында, одан кейін бар бізде Ахилик мәдениет болады. Хараппалық мәдениет бізде үнділік мәдениет болып есептелінеді. Ал Урук мәдениеті бізде қос өзен мәдениеті болып есептелінеді. Сондықтан бұл жерде енді екі вариант тұрады. Сол екі варианттың ішінде біз әрине осы Ахилик мәдениетті белгілеп көрсетеміз. Сонымен екінші сұраққа кеттік, оқушылар. Бұл да ежелгі заманға байланысты. Жерорта теңізінің жағалауына толықтай бақылау орнатқан тарихтағы жалғыз мемлекет дейді. Тарихтағы жалғыз мемлекет. Осы уақытқа дейінгі жалғыз мемлекеттің атын жазып қояйық. Жауаптар Рим, Византия, Осман империясы және Араб халифаты дейді. Сонымен жауап берсек. Екінші сұрақ. Рим деген бар вариант бар екен. Крит, Византия. Жалғыз мемлекет жерорта теңізінде дұрыс айтасыздар, Рим мемлекеті болады. Енді Византияға келетін болсақ. Византия бізде хронологиясына тоқтайық. Византияның хронологиясы бізде 395. 395. Қол кішкене үйренбеген оқушылар. Сонда 1453 жылдар арасында. Византия жерорта теңізіне толық бақылау орнатқан жоқ, оның шығысына ғана бақылау орнатты. Ал Осман империясы шығысына орнатты, Араб халифаты шығысына орнатқан болады. Сонда жалғыз мемлекет бізде Рим болады. Одан кейін үшінші сұрақ бізде орта ғасырдағы қайта өрлеу дейді. Мына жерде қайта өрлеудің асын саяқ дәуірі деп аталды. Қайта өрлеу дәуірі қалай деп аталды? А. Эллинизм дейді, Б. Гуманизм, С. Ренессанс, Д. Реформация дейді. Жауап береміз. Қайта өрлеу бізде дұрыс айтасыздар, С жауабы болады, Ренессанс болады. Эллинизм бізде енді ол біздің заманымыздан болады 323 жыл. Гуманизм енді орта ғасырдық кезеңі, Ренессанс екеуі бір кезең, бірақ гуманизмдық кезең Ренессанстың ішіне кіріп кетеді. Ал реформация дегеніміз енді қайта дәуір емес, ол бізде діни реформация, ол бізде Германияда басталған, білесіздер. Енді осы үшпен жұмыс жасап көрейік. Тағы эллинизм бұл ежелгі заман Грекияға байланысты ұғым. Гуманизм бізде ол орта ғасырдағы Ренессанстың ішіндегі қайраткерлерді айтамыз гуманизм деп. Ал реформация бізде діни реформа, яғни христиан дініндегі реформаға байланысты. Оның отаны бізде Германия болып есептелінеді. Келесі төртінші сұрақ, оқушылар. 5 ғасырдағы франктер мен бургундықтардың ғұндармен қарым-қатынасы арқау болған шығарма дейді. 5 ғасырдағы франктер мен бургундықтардың ғұндармен қарым-қатынасы. Асықпай жауап беріңіздер. Вариантын сосын жазып жіберсеңіздер жақсы болар еді. Нибелунгтар туралы жыр, Роланд туралы жыр. Потом бізде Париж қаласының қолөнер кітабы, Қаһарлы сот кітабы. Қайсысы болады? Көбісі 4 жауап беріп отырсыздар. Дұрыс. Осылай. А жауабы сосын бүйтіп Нибелунгтар жыл деп міне. Сол кезде дұрыс болады. Енді Роланд туралы жырға тоқталатын болсақ, ол бізде рыцарлық дастан болып есептелінеді. Тоже Францияда шыққан. Париж қаласының қолөнер кітабы енді аты айтылып тұр. Қолөнерге байланысты орта ғасырдағы дерек, ол француз дерегі. Қаһарлы сот кітабы бізде византиялық дерек болып есептелінеді. Византиялық, кешіріңіздер, ағылшындық дерек. Бірінші Вильгельм Нормандскийдің шығарған кітабы. Келесі 5-ші, оқушылар.
1095 жылы Клермон қаласында шіркеу жиынында, Клермонның астын сызып қояйық бізде, Клермон деген бізде француз шіркеуі. Клермон қаласында шіркеу жанында Иса пайғамбар жерленген Иерусалимді мұсылмандардың азат етуге шақырған дейді. Бесте бізде болады Гүлім Ермекқызы Сезім Мажарас Урбан папа деп Урбан Наргиз Урбан. Сонымен бізде бұл жерде екінші Урбан папа болады. Ал жетінші Людовик бізде екінші крес жорына қатысқан бізде француз патшасы. Екінші Урбан бізде ол Клермон монастырының жаңағы папасы, католик шіркеуінің. Үшінші Конрад бізде екінші крес жорына қатысқан Герман императоры. Үшінші Иннокентий бізде төртінші крес жорын ұйымдастырған Рим папасы болады. Сонда бесінің жауабы болады, оқушылар. Кеттік, келесі. Алтыншы сұрақ. 1261 жылға дейін Византия жерінде өмір сүрген мемлекет дейді, яғни 13 ғасырдың 60 жылдары. Алтыншы сұраққа жауап берейік. Антиохия князьдігі, Латын империясы, Болгария патшалығы және Франк мемлекеті дейді. Бұл жерде дұрыс жауабы Латын империясы болады. Антиохия князьдігі бізде бірінші крес жорығының нәтижесінде құрылған, қазіргі Кіші Азия мен Сирияның маңайында. Ал Болгария патшалығы бізде бұл 1261 жылға байланысты еш қатысы жоқ. Болгария бізде 681 жылы Византияның солтүстік шығысында құрылған мемлекет. Франк мемлекеті мүлде басқа, 5 ғасырдың соңына қарай Рим империясының орнына құрылған мемлекет болатын. Енді Латын империясының хронологиясына келетін болсақ, 1204-1261 жылы Византияның орнына құрылған. Енді оқушылар, сіздерге сұрақ, Латын империясы қай крес жорығының нәтижесінде құрылды? Соны комментарийға жазып отырсаңыздар. Латын империясы, дұрыс айтасыздар, 4-ші крес жорығының нәтижесінде құрылған болатын. Келесі сұрақ, оқушылар, 7-ші. Әлемдік теңіз саяхатының негізін қалады екен. Негізін қалады деген қалсыңыздай. Негізін қалады. Кім екен негізін қалаған? 7-ші сұраққа жауап берейік. Ол барлық қытайлық авторлар тұр бұл жерде. Джан Зиян, Джен Хе, Лю Сю, Уди дейді. Бізде болады дұрыс жауап болса, Джен Хе болады дұрыс. Джан Зиян бізде Ұлы Жібек жолының негізін қалаушылардың бірі, Удидің тапсырмасымен. Джан Зиян Қазақстан тарихында көбірек кездеседі. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырдың ортасында жібек артылған керуендерді бастап келіп, Жетісуға, Үйсіндерге, кейін Қаңлыларға, Бактрияға саяхат жасаған. Лю Сю мен Уди бізде, Уди енді бұлар саяхатшылар емес, бұлар императорлар. Келесі. 15-ші сұрақты қарап жүрейік бәріміз. 19-ші ғасырда Орегон мен Техасты ақш қосып пайдаланған бағдарлама атауы дейді. Еркін сауда, немесе шығыс мәселесі, немесе айқын болашақ, Монро доктринасы дейді. Қайсысы болады екен? Қазір оқушылар, менде шамалы қателік етіп қалмасақ. 8-ші сұрақ дұрыс. 8-ші сұрақты. Орталық Америкадағы қалың джунгли орман дейді. Қалың джунгли десе біз дұрыс айтып отырсыздар, майялықтарды қоямыз. Сосын орталық Америка дегеннен ұстайсыздар бұл жерде. Бушмендер деген бізде Африкадағы ежелгі замандағы тайпа, жабайы тайпалар. Ацтектер тоже үндіс тайпалары, бірақ ацтектердің мекен еткен жерлер бізде қазіргі Мексика мемлекеті, инктер бізде қазіргі Перу мемлекеті. 9-шы сұрақ. Шыңғысхан ұрпақтарының жалпы империялық жиналысы дейді.
А. Баштаттар, Б. Құрылтай, С. Парламент, Д. Кортес. Қайсысы болады екен оқушылар? Шыңғыс хан ұрпақтарының жалпы империялық жиналысы. Аха. Дұрыс. Құрылтай болады, мүлде енді басқалары логикаға сәйкес келмейді. Баштаттар бізде 1302 жылы 4-ші көркем Филипптің шақыруымен Францияда шақырылды. Парламент 1265 жылы 3-ші Генрих Плантагенеттің шақыруымен Англияда ашылды. Ал Кортес деген бізде Испанияда ашылды. Енді нақты кімнің шақырған туралы айтылмайды біздің оқулықтарымызда. Келесі 10-шы сұраққа келейік оқушылар. Гао, Тамбукту және Дженне қалалары дейді. Сауда орталығына айналдырған Мали билеушісі. Осы жерде Мали дегеннен ұстайсыздар. Қайсысы болады екен? 10-шы сұраққа қарап көрейік. Гао, Тамбук және өте бай орта замандағы патша болған деп айтамыз, е? Бізде болады Муса Манса, дұрыс айтасыздар. Муса Манса. Майядың біреусі. Енді мынау бірінші Мұхаммед, Әли, Сони, Сундет, Кейт деген барлықтармен сіздер жұмыс жасауларыңыз керек. Өйткені АБТ-да көп жиі сұрап жүрген сұрақтардың бірі осы Африка тақырыбы. Жақсы, кетті оқушылар. 11-ші сұрақ. 16 ғасырдағы Еуропа өнерінің дамуына үлес қосқан итальян мүсіншісі, кескіндемеші, архитектор, қайта өрлеу дәуірінің ұлы қайраткері әрі ақын дейді. 16 ғасыр дегенді асыңызлайық. Сонымен қатар қайта өрлеу дәуірінің ұлы қайраткері әрі ақын дейді. Микеланджело, Рембрандт, Данте, Дидро. Қайсысы болады екен бізде 11-ші сұрақта? Сезім Микеланджело дейді. Лайла Микеланджело, Наргиз Микеланджело. Жақсы, дұрыс, Микеланджело болады. Енді алдында кейбір оқушылар шатасып атады, Данте ақын еді ғой деп. Бірақ Данте 16-шы ғасырда өмір сүрген жоқ. Данте 13-ші ғасырда өмір сүрген, ол қайта өрлеу дәуірінің алғашқы кезеңінде болған тұлға. Дантенің құдіретті комедия деген еңбегі бар. Рембрандт тоже қайта өрлеу дәуірінің қайраткері, бірақ ол голландтық суретші. Ал Микеланджелоға келгенде итальян мүсіншісі, кескіндемеші, архитектор, қайта өрлеу дәуірінің ұлы қайраткері деп айтамыз, Сонымен қатар Микеланджелоның атақты 5 мүсіні бар, Енді одан да артық көп мүсіндер бар ғой, бірақ біздің оқулығымызда көбінесе 5 мүсінін айтамыз. Сосын атақты фрескасын айтамыз, Жақсы. Келесі оқушылар 12-ші сұраққа кеттік. Рафаэль Сантидің ең атақты суретшісі. Бұл да итальян суретшісі. Рафаэль Сантидің ең атақты суретшісі қайсысы болады екен бізде? Бізде А жауабында Мона Лиза дейді, Б жауабы адасқан ұлттың қайтып оралуы, С Сикс Мадоннасы, Д Давид дейді. Бізде болады Сикс Мадоннасы болады. Мона Лиза бізде ең бір танымал сурет шығар. Ол Леонардо да Винчидің туындысы, басқаша атауы Джаконда, қазіргі таңда Париждегі номер 1 музей Луврда тұр, Адасқан ұлдың қайтып оралуы, ол бізде Голландтың атақты суретші Рембрандттың суреті. Давид бізде Микеланджелоның ең атақты мүсіні. Сонда біздің жауап С болады. Келесі 13-ші сұрақ оқушылар. 1522 жылы 67 статья еңбегін жариялады дейді. 1522 жылы. Дұрыс айтасыздар. Бізде ол швейцариялық Ульрих Цвингри болады, Былтыр осы жиі кездескен болатын осы сұрақ, сәйкестендіруде кездескен. Ал 95 тезистің авторы бізде болады, ол Мартин Лютер болады, Томас Мюнстерді жақтайтындар тарихта анабаптистер деп аталады. Жан Кальвин тоже швейцарлық реформацияның қайраткерлері. Жақсы, келесі оқушылар 14-ші сұраққа кеттік. 1937 жылы пайда болған блок дейді. Былайша айтқанда әскери блок деп айтуға болады. 1937-нің асын саяқ.
1937 жылы. Ол бізде Антанта үштік одақ Берлин Рим осі дейді. Берлин Рим Токио үш бұрышы дейді. Дұрыс айтасыздар. Бізде ол Берлин Рим Токио үш бұрышы. Антикоминтерндік пактыдан кейін осындай әскери блок пайда болған. Енді Антантаның қатысушы, Антантаны білесіздер қай жылы болғандығын, 1907 жылы, үштік одақ 1882 жылы, Берлин Рим осі 1936 жылы, Берлин Рим Токио үш бұрышы бізде 37 жылы. Және бұл әскери блок деп айтсақ та болады. Келесі сұрақ оқушылар, бізде ол 19 ғасырда Орегон мен Техасты ақш қосылуға пайдаланған бағдарлама атауы. Орегон, Техас бізде оңтүстік штаттары, қазіргі Америка құрама штаттарының, соны қандай бағдарлама арқылы қосылуға пайдаланған екен? Бағдарлама атауы еркін сауда, А жауабы Б жауабы шығыс мәселесі, С жауабы айқын болашақ, немесе Монро доктринасы. Қайсысы болады екен? 15-ші сұрақ. Бізде болады бұл айқын болашақ идеясы болады. Монро доктрина, сіздер оны жақсы білесіздер, 1823 жылы, бұл 100 датада келеседі. Ал бізде еркін сауда принципі Англияның Үндістанды, Азияны отарлау саясаты айтылады, еркін сауда принципі деп. Келесі 16-шы сұрақ, 1848 жылы Франциядағы революцияның нәтижесі, яғни бізде Францияда бірнеше революция болған білеміз, сонда 1848 жылға именно 48-дің астын сызайық. Империя құрылды дейді жауабында, Б жауабы республика жарияланды, С жауабы екінші империя жарияланды, Д жауабы Рейн одағы құрылды. Қайсысы болады екен? Бізде болады 1848 жылы революция нәтижесі республика жарияланды болады. Енді империя дейтін болсақ, бізде империя екі датая, 1804 жылы бір империя жарияланған болатын. Бұл бізде Наполеон империясы деп аталады. Одан кейін бізде империя 1852 жылы жарияланды. Уже Францияда өзі екі империя. Ал республика бізде 1848 жылы бір жарияланады. Бұл тарихта екінші республика деген атпен кіреді. Ал Францияның бірінші империясы 1792 жылы жарияланған болатын. Жалпы Францияда неше республика оқушылар? Және қазіргі таңда Францияда қай республикалық кезеңге жатады? Соны пікірге жазып кетіңіздер. 1972 дейсіз ба? 1872 шығар мүмкін. Жақсы, Францияда жалпы 5 республика бар, оның ішінде бізде қазіргі таңдағысы 5-ші республика деп аталады. Дұрыс айттыңыз. Оны Шарль де Голль негізін қалаған. Келесі 17-ші сұрақ оқушылар, мына жерде талқылап кетейін. Екінші империя бізде 1852 жылы құрылды, Рейн одағы бізде құрылды 1806 жылы құрылды. Бұл бізде Наполеондық соғыстарға байланысты. Наполеон кезеңінде құрылған. Ағартушылық абсолютизмі теориясын енгізген ағылшын ағартушысы дейді. Ағартушылық абсолютизмі, яғни абсолютті монархтар білім ғылымға көңіл бөліп, елінде ағартушылық жұмыстарын жүргізген. Соны жақтаған кім? 17-ші сұрақта. Қысқаша, Еуропалық экономика қауымдастығы құрылды қай қалада? Десе, бізде құрылады
Біріккен ұлттар ұйымы құрылды. Бірақ штат пәтері бізде Нью-Йорк болады. Келесі 19-шы сұрақ. ақш конституциясы қабылданған жыл. А жауабы 1776, Б жауабы 1823, С жауабы 1787, Д жауабы 1789 жыл. ақш конституциясы қашан құрылды? Қашан қабылданды дейді. Соған жауап беріп кетсек оқушылар. Дейді. ақш конституциясы бізде оқушылар болады 1787 жылы. 1776 жыл бізде ақшта керемет құжат қабылданды. Оның аты Тәуелсіздік декларациясы. Тәуелсіздік декларациясының авторын сіздер білесіздер. ақштың 3-ші президенті Томас Джефферсон. 1823 жыл тағы да әлемдік деңгейде құжат қабылданды. Әлемдік деңгейдегі мұнда ақштың ішкі және сыртқы саясатына байланысты бұл Монро доктринасы деп аталады. ақштың 5-ші президенті қабылдаған. 1787 жылы ақш конституциясы қабылданды. 1789 жылы ұлы француз революциясының нәтижесінде адам және азамат құқықтарының декларациясы қабылданды. Бұл Францияда қабылданған құжат болатын. Келесі 20-шы сұрақ. 1941 жылы 6 сәуірде Германия шабуыл жасаған елдер дейді. 1941 жылы 6 сәуірде Германия қай жерге шабуыл жасады? А. Чехословакия мен Польшаға, Б. Австрия мен Норвегияға, С. Югославияға, Грекияға, Д. Дания мен Норвегияға. Осы сұрақтардың ішінде қайсысы болады екен? Алтыншы сәуірде Германия шабуыл жасады. Болады. Бізде оқушылар Югославия мен Грекияға шабуыл жасаған екен. Чехословакияны 1938 жылы басып алғанын білесіздер. Екіге бөліп тастады. Судет облысын басып алды, кейін өзін басып алды. Польшаны 1939 жылы басып алды. Австрияны 1938 жылы Аншлюспен қосып алғанын білесіздер. Норвегия және Дания мемлекеттерін 1940 жылы басып алған. Ал Югославия мен Грекияны, яғни 1941 жылы басып алды. Келесі 21 оқушылар. 19 ғасырда ақшта нәсілшілдік әрекеттер жасаған ұйымдар дейді. 21 сұраққа жауап берейік. 19 ғасырда ақшта нәсілшілдік әрекеттер жасаған ұйым. Дұрыс жауап бердіңіздер. Сезім, Гүлім, Наргиз. Бізде бұл Ку-клукс-клан деген ұйым. Террористік деп аталады. Бұл 1865 жылы құрылған. 1861 жылы ақшта азамат соғысы аяқталды ғой. Сол кезде құлдық жойылды. Құлдық жойылғаннан кейін сол қара нәсілдерге байланысты солардың құқығын таптайтын ұйым құрылды. Оның аты Ку-клукс-клан. Енді отты крестер аксион францез деген бізде ол Франциядағы ұйымдар. Жер және еріктілік бұл Ресей империясындағы ұйым. Келесі 22-ші сұрақ оқушылар. 1921-22 жылдары болған конференция. Жылына назар аударайық. 1921-22 дейді. А. Вашингтон конференциясы, Б. Версаль конференциясы, С. Думбуртон-Окс, Д. Тегеран конференциясы. 21-22 десе дұрыс Вашингтон қоямыз. Ал Версаль бізде болады 1919-да болады. Думбуртон-Окс бізде 1944-де болады. Тегеран бізде 1943-де болады. Вашингтон мен Версаль бізде бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі дүниежүзін ретке келтіру үшін бейбітшілік конференциялары болса, Думбуртон-Окс пен Тегеран конференциясы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі барысындағы конференциялар оқушылар. Келесі 23-ші сұрақ. Екінші дүниежүзілік соғыс аралығының атауы қалай аталады дейді. 23-ші сұраққа. Екі дүниежүзілік соғыс аралығы, яғни бірінші дүниежүзілік соғыс пен екінші дүниежүзілік соғыстың аралығы қалай аталады деп тұр. Аталады бізде дұрыс интербеллум деп аталады. Ал просперити бізде ол
ақш-тың гүлдену кезеңі, ақш-та Кальвин Куридж деген президент болған, соның кезеңі деп атауға болады. ақш-тағы бизнестің дамыған кезеңі, ақш-тың экономикасының шарықтап даму кезеңі, бірақ Prosperity 1929 жылы аяқталды. ақш-та ол дағдарыс басталып кетті. Реформацияның бұл сұраққа қатысты шамалы, өйткені реформация бізде ол орта ғасырда болған. Дүниежүзін бөліске салу бізде ол екінші дүниелік соғыс емес, ол бірінші дүниелік соғыстың алдында болған оқиға. Келесі оқушылар, 24-ші сұрақ. Чехословакияның болашақ тағдырын шешкен келісім дейді. 24-ші сұраққа назар аударайық. Чехословакияның болашақ тағдырын шешкен келісім. А. Берлин конференциясы, немесе Берлин трактат дейміз. Б. Мюнхен. С. Трианон. Д. Ней болады. Чехословакияның болашақ тағдырын шешкен келісім бізде. Дұрыс оқушылар, бізде Б болады. Мюнхен келісім болады. 1900 қашан болып еді? 1938 жыл болған. Берлин келісімі деген бар оқушылар, бірақ Берлин келісімін біз 1800 көп жағдайда әрине 1878-ге қоямыз. Тарихта оны Берлин трактат деп атайды, 1878-ге. Трианон келісімі не келісімі? Ол бірінші дүниелік соғыстан кейін болған келісім. Дұрыс айтасыздар, 1938. Келесі 25-ші сұрақ оқушылар, Отто фон Бисмарктың империя саясатын қолдаған партия дейді. Отто фон Бисмарктың империя саясатын еркін консерваторлар, консервативтік партия, ұлттық либералдар, прогрессистер дейді. Барлығы Германия империясындағы, Пруссиядағы партиялар. Болады, еркін консерваторлар болады, Отто фон Бисмарктың. Енді Отто фон Бисмарк деген кім деген сұраққа жауап бергетейін. Ол Пруссияның премьер-канцлері, енді қазіргі тілмен айтқанда премьер-министр, үкімет басшысы болған. Кейіннен Германияны біріктіру идеясының жасап, Германияны біріктіру жолында жұмыстар жасайды. Ең соңында барлық Германия империясының канцлері болады. Император емес, канцлер. Осыған өзінің атақты қан мен темір деген саясаты бар. Германияны қан мен темір саясатымен біріктірем деген. Енді оқушылар, біз жалпы ұбт-та кездесетін алғашқы 25 сұрақты аяқтадық. Жалпы 25 сұрақ дегеніміз не? Бұл 4 варианттан болатын сұрақтар. Бұл жерлерде біз ежелгі заманнан да, орта заманда, жаңа қазіргі заманында сұрақтар кездесе береді. Біздің міндетіміз осы 4 жауаптың барлығына дұрыс жауап беру керек болады. Енді 26 мен 30-ның арасында бізде контекстік сұрақтар болады, немесе карталық сұрақтар болады. Енді біз бүгін келесі карталық сұрақтардан жұмыс жасап көрейік. Карта енді көрініп жатқан шығар. Бұл жерде оқушылар Рим империясының картасы берілген. Бұл жерде сарымен, жасылмен белгіленіп тұр, территориясы. Соған анықтап жауап беріп көріңіздер. 26-шы сұрақ. Картаны пайдаланып Римнің солтүстік Африка бағытында жасаған жорығын анықтаңыз дейді. Картаны или өзіңіздің біліміңізді пайдаланып. Рим солтүстік Африкада қай жерге жорық жасады? Соны анықтайық 26-шы сұрақта. Да, депсіз, Македония, Б. Испания, С. Галия, Д. Карфаген дейді. Дұрыс айтасыздар, бізде ол Карфаген мемлекетіне жорық жасайды. Яғни Карфаген мемлекеті бізде мынау маңайлар міне. Осы бізде Карфагеннің территориясы, Жақсы, қазір Карфагеннің маңайында Алжир, Тунис сияқты мемлекеттер өмір сүреді. Бірақ Карфаген деген халық қазір жоқ. Ежелгі заманда болған дейміз. Келесі 27-ші сұрақ оқушылар. Картаны пайдаланып Римнің Кіші Азиядағы жойылған қаласын көрсетіңіз дейді. Енді Кіші Азия бізде қазір Кіші Азия, міне, мына территория бізде Кіші Азияның территориясы, қазіргі Түркияның территориясы. Осы жерде қай қаланы жаулап алған дейді сіздерге? Александрия, А. Б. Сиракузы,
С Херсонес, Д Антиохия. Дұрыс айтасыздар. Антиохияны жауып алған. Сонда Антиохия деген тау ежелгі заман Рим кезеңінен бар екен. Не? Көбісіміз бірінші крест жорық кезінде Антиохия князьдігімен байланыстырамыз. Келесі оқушылар 28-ші сұрақ. Картаны пайдаланып Римнің жорықтарына қатысты дұрыс дәйекті анықтаңыз дейді. Римнің солтүстік батысында көшісі Галия мемлекеті. Римнің алғашқы шабуылы Орта Азияны бағытталды. Үшінші Рим шабуылы Үндістанды жаулап алумен аяқталды. Төртінші Рим империясы Қара теңіздің шығысы тәуелді болды дейді. Қайсысы болады екен бізде? Дұрыс жауап бізде бір болу керек. Болу керек 4. Иә? Сол кезде біз белгілейміз, дұрыс айтасыз. Бізде 4 пен 1, сонда 28-дің жауабы С болады. Енді қайтадан айналып көрейік, көрмеге алған болсаңыздар. Бізде Римнің солтүстік батысында көшісі Галия мемлекеті, Галия міне, қазіргі Францияның аумағы солтүстік батысында тұр. Одан кейін бізде келесі 4-шіде бірінші дұрыс жауап екен, 4-шісі. Рим империясы Қара теңіздің шығысына тәуелді болды. Міне, Қара теңіздің шығысы ғана Римге тәуелді болған, ал батыс жағы Римге тәуелді емес. Келесі сұрақ оқушылар, тарихи білімдеріңізді пайдаланып, картаны пайдаланып Рим мен Карфаген арасындағы болған соғыстың мерзімін анықтаңыз дейді. 29-ші сұрақ. Мерзімі. БЗБ 3-2, БЗБ 1 мен БЗ2, С жауабы БЗБ 5 пен 4, Д БЗБ 1 мен 3 дейді. Бізде болады 29 болады. Дұрыс. БЗБ 3 пен 2 бұл тарихта Пуни соғыстары деп аталады. БЗБ 261 жылдан басталып, БЗБ 146 жылдар болған. Сонда 3-2 ғасыр аралығы болады екен. Келесі оқушылар 30-шы сұрақ. Тарихи білімдеріңіз және картаны пайдаланып Римнің ішкі теңізіне айналған теңізді көрсетіңіз. Римнің ішкі теңізі. А. Солтүстік теңізі, Б. Қара теңізі, С. Жерорта теңізі, Д. Балтық теңізі. Бізде болады жерорта теңізі. Солтүстік теңіз, өйткені ол Еуропаның солтүстік жағында оқушылар. Қара теңіз толық еленген жоқ, тек қана шығыс жағын ғана еленді. Балтық теңізіне Рим барған жоқ. Ол бізде Ресей жақта, Балтық елдері Эстония, Латвия, Литва жақта, ол енді Риммен алыстау. Сонымен контекст, яғни карталау жұмысымызды аяқтадық. 30 сұрақ кетті. Енді келесі біздегі тест, ол 31 мен 35-тің арасында, бұл бізде сәйкестендіру тесттері. Сіздер өздеріңіз жаңағындай тест талдау барысында көрген шығарсыздар. Біз енді қағаз жүзінде талқылап көрейік. 31. Шаруалардың феодалдыға өтейтін міндеткерлігін ұғыммен сәйкестендіріңіз дейді. Яғни өтейтін, А варианты тұр, Б тұр. Шаруаның феодалдығында тегін істелетін еңбегі, бұл әрине болады, не болады? Барщина болады. Дұрыс. Тегін еңбекпен өтем деп жүрміз ғой, сонда бұл А жауабы болады. Одан кейін бізде оброк. Дұрыс айтасыздар. Шаруаның азық-түлікпен немесе ақшалай төлейтін жер салығы, бізде ол оброк болады. Оған Б деп қойық. Сіз осы екеуіне дұрыс жауап берсеңіз, 2 балл аласыз. Бұл 2 жауап. Егер біреуіне дұрыс жауап берсеңіз, 1 балл аласыз. Екеуіне де дұрыс жауап бермейміз, талия мен рентаны алып қойсаңыз, 0 аласыз. Сонда бұл жерден кем дегенде 1 балл алып кетуіңіз керек болады. Келесі 32-ші сұрақ. 19 ғасырдың соңында Осман империясынан тартып алынған жерлерді мемлекеттермен сәйкестендіріңіз. Мысыр мен Каир тұр, Алжир мен Тунис тұр. Қалай болады екен? А. Англия. Англия. Б. Франция дейді, дұрыс айтасыз.
яғни отарлаушы мемлекеттер, иә, Мысыр мен Каирді Англия отаған, Алжир мен Тунисті Франция отарлаған. Ресей енді Африка мемлекеттерін отарлай қойған жоқ. Германия Африка мемлекеттерін отарлады, бірақ кейін айырылып қалды бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін, иә. Келесі 33-ші сұрақ оқушылар, бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі одақтастармен жасаған келісім шарттарды қабылдаған шешімдермен сәйкестендіріңіз дейді. А. Трианон келісім шарты, Б. Сен-Жермен келісім шарты. Өте жиі кездесетін сұрақтардың бірі, иә. Трианон, Сен-Жермен. Мына жерде қате кетіп қалған сияқты Трансильвания болады, иә, мына жерде Трансильвания емес, Трансильвания болады. Сонда бізде Трианон келісім шартына қайсы жатады? А болады бізде Трансильвания, дұрыс. Оңтүстік Сен-Жерменге қайсы болады? Дұрыс айтасыз. Тироль берілді, иә. Онда мына екеуін сәйкестендіресіз. Сізде тоже дәл осылай жауап берсеңіз, 2 баллды аласыз да жүре бересіз. Келесі бізде 34-ші сұрақ оқушылар. Испан демократиялық революциясы қарсаңында билікке келген саяси қайраткерлерді тарихи оқиғамен сәйкестендіріңіз дейді. Мигель Примо де Ривера Самора деген адам тұр бізде. Мигель Примо де Ривера Самора. Қайсы жатады екен дейді. Енді мына жерде сәл ретсіздік кетіп қалған сияқты. Мигель де Примераға бізде әскери диктатураны жатқызамыз, иә, орнады кортестерді таратқан Мигель. Ал Самора бізде президент. Сонда демократиялық конституцияны қабылдаған дін мемлекеттерге бөлінген бұл Самора болады. Дұрыс. Ал 1939 жылы оқушылар Испанияда фашисттер жеңіске жетеді. Испанияда фашизм құрылады. Жалпы Еуропада көбісіміз алғашқы фашистік мемлекет десе Италияны айтамыз, Германия айтамыз, көбісіміз Испанияны ұмытып кетіп жатамыз. Испанияда 39 жылы фашистік мемлекет құрылады оқушылар. Генерал Франко бастаған. Ал жалпы фашизмнің негізін қалап берген осы Мигель Примо де Ривералар, ұлтшылдық партиялар құрған. Келесі 35-ші сұрақ оқушылар. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылған әскери саяси одақтарды құрылған жылымен сәйкестендіріңіз дейді. 35-ші сұрақ. Құрылады, Антант келісімі. Жақсы. Енді қазіргі таңда оқушылар осы НАТО мен ВШО-ның қайсысы бар? Соны комментарий жазсаңыздар, және не себепті бар? Варшава шарт ұйымы неге қазір жоқ? НАТО неге бар, иә? Осындай сұрақтарда келуі мүмкін. НАТО бар. Варшава шарт ұйымы қазіргі таңда жоқ, иә? Неге себептен Варшава шарт ұйымы жоқ? Себебі НАТО жеңді, иә? ВШО жеңілді. Себебі КСРО дұрыс айтасыздар, яғни Варшава шарты ұйымын құрған кеңестік социалистік республикалар одағы тұрады. Сол себептен Варшава шарты ұйымында өмір сүруін тоқтатты. Былайша айтқанда бұл ұйым күшпен құрылған ұйым болатын. Ал НАТО қазіргі таңда бірте-бірте күшейіп келе жатқан сияқты, тараудың орнына. Келесі оқушылар 36-шы сұрақ. Енді бізде көп жауап сұрақтары келді. Бұны біз сызып қояйық. Бізде сәйкестендіру аяқталды. Енді Үнді өзенінің аңғарының тұрғындары әлемде алғаш болып меңгерген жетістіктер дейді. Үнді өзені болатын болса бізде дұрыс айттыңыздар. Мақта өндіру, F мата тоқу. Мата неден тоқыған? Әрине мақтадан тоқыған болып есептелінеді. Жақсы. 18 ғасырдың бірінші жартысында ең белгілі француз ағартушылары бізде
Монтеске, Кампанелла, Гоббс, Лок, Мор, Вольтер дейді. Осылардың ішінде қайсысы болады екен? 17-ші сұрақ. 18-ші ғасырдың бірінші жартысы, яғни 1750 жылға дейін ең белгілі француз ағартушылары. А. Монтеске болады. Және Ф. Вольтер болады. Дұрыс айтасыздар. Кампанелла бізде қай жақтың ғалым оқушылар? Кампанелла. Және қандай еңбегі бар? Томмозо Кампанелла деген бар, иә? Оның атақты қандай еңбегі бар? Күн қаласы деген еңбегі бар. 1502 жылы пайда болған. Ал Гоббс пен Лок бізде ағылшын ағартушылары, Мор бізде утопия туралы еңбектің авторы, мемлекетті жақсы ұйымдастыру және утопия аралы туралы. Жақсы сұрайсыздар. Италиялық, иә? Гоббс, Лок, Мор ағылшындық, бірақ Мордың көбінесе біз гуманизм тақырыбында айтамыз, Томас Морды. Келесі оқушылар 38-ші сұрақ. Хорезм қаласында 11-13 ғасырларда салынып, сақталған бір қатар сәулет ескерткіштері. Ол бізде Боран қаласы, Раби Мирик керуен сарайы, Наиб қаласы дейді. Сонымен қатар қандай варианттар бар екен қарап көрейік. Текеш Хорезм шах кесенесі, Фахурдин Рази кесенесі, Ф. Қабат қаласы болады. Дұрыс, бізде А. Боран қаласы болады. Сосын С. Наиб қаласы болады. И потом содан кейін бізде болады Ф. Қабат қаласы болады, иә? Жақсы. Фахриддин Рази кесенесі бізде Иранда орналасқан. Текеш Хорезм шах кесенесі тоже Хорезмде орналасқан қазіргі. Келесі оқушылар 39-ші сұрақ. Жерде сәл қате кетіп қапты орналастыруда. 20-ші ғасырдың басында бейнелеу өнерінің кубизм дейді. Кубизмнің асыңызы кубизм бағытының негізін қалаған суретшілер дейді. Пикассо, бізде Пикассо бар ма мына жерде? Бар, Ф болады. Дұрыс. Сосын F дұрыс, бірақ F-ті қана бигірек қойсақ, бізде әзірше 0 балл жауап тұр. Брак дұрыс. Бракты бигірейміз, яғни бізде С, Жорж Брак деген болады. 1 балл жауап тұр. Лежені бегіресек, да бізде шам екен жоқ. Дұрыс айтасыз, леже. Сонда бізде толығымен 2 балл шығады. Яғни Жорж Брак, Франсуа Леже және Пабло Пикассо болады. Енді оқушылар бізде соңғы сұрағымыз бұл орта ғасырларға байланысты. Христофор Колумб Атлантикадан ашқан бірінші жаңалығы дейді. Христофор Колумбтың біз 1492 жылы саяхаттаған болады. Б, С, Ф депсіз, е? Б, С, Ф. Сан-Сальвадор аралы А болады. С, Куба және Ф. Гаити болады, иә? Бірақ егер ашқан жаңалықтардың ішіне тағы да келетін болсақ, Сарагос теңізін жатқызуға болады. Бірақ Сарагос теңізі бізде ол құрлық емес, ол бізде теңіз. Сонымен оқушылар, сіздерге сабақ ұнады ма? Ұнаса комментарийға пікір қалдырып кетіңіздер. Біз алдағы уақытта да сіздермен болып қаңтар облысына дейін нұсқаларды талдайтын боламыз.
Жақсы оқушылар, онда біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Сіздермен болған Нұрсұлтан Бөлтірікұлы. Алдағы уақытта біз талай сабақтарды өтетін боламыз. Сіздерге сәттілік. Бізбен болыңыздар. Сау болыңыздар.